Әлихан Нұрмағамбетұлы Бөкейханов 1866-1937 жылдар аралығында өмір сүрген. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғұлама, ғалым, ұлт-азаттық қозғалысының теориялық негізін салушы әрі көсемі. Қазақтың тұңғыш саяси партиясының ұйымдастырушысы және Алашорда үкіметінің төрағасы. Туған жері бұрынғы Семей облысындағы Қарқаралы уезінің Тоқырауын болысы, қазіргі Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы. Әлихан Бөкейханов қазақтың 20 ғасыр басындағы мейлінше ілгерішіл ұлт зиялыларының лидері, қазақтың өлкетану ғылымының негізін қалаушы, қазақ халқының төл тарихы, әдебиеті, фольклоры, этнографиясы, қазақ өлкесінің экономикасы мен қазақ шаруашылығы бойынша жүздеген еңбектің авторы есебінде ғұлама, ғалым, дарынды публицист ретінде кең танылды және өмірінің соңына дейін ғалым болып қалды. 1905-1917 жылдары қамтыған аса күрделі тарихи кезеңде Әлихан Бөкейханов туған халқының ұлт-азаттық күресінің негізін қалаушы әрі саяси серкесіне айналды. Әлихан Бөкейханов ұсынған қазақтың ұлттық қозғалысының алаш деп аталуының мағынасы қазақ зиялыларының 20 ғасырдың басындағы қозғалысының ең басты уағыздамасына және бүкіл қазақ ру ұлыстарының өздерін бір тұтас ұлт ретінде сезініп, бірігуіне ұйытқы болған ұлттық ұраны болды. Көзі тірісінде қазақтың саяси рухани көсемі ретінде танылған Әлихан Бөкейхановтың бүгінгі ұрпаққа қалдырған бай да мол мұрасы қазақ және орыс тілдерінде жазылған қазақ қоғамы туралы статистикалық мақала, очерктері, монографиялары, ғылыми ізденістері, әдеби аудармалары, талдаулары, ауыз әдебиетінің үлгілері, ғылыми публицистикалық туындылары бар. Алаш қозғалысы мен қазақтың тұңғыш алаш саяси партия көсемінің журналистік және ғылыми бай мұрасы бүгінгі Қазақстан Республикасының ұлттық интеллектуалдық меншігінің құн жетпес игілігі болып қала береді.